Assalamualaikum dostlar, sizlerle birlikte men Ramokası. Men bugün жерасты үйін салатын боламын. Мен оны қазып, дайындап, бәрін полын жасап қойып едім. Міне осындай. Енді біз қазір оның ішін және жаңартатын боламыз. Ал кеттік. Мен енді творческий қойып істеп алмасам, сосын одан кейін зачем неге қоямын? Сөйтіп істеймін ғой, короче. Короче, мен егіндерімді егіп қойдым. Мына жақта егіндерім есіп өсіп жатыр. Мына дәнін мына жаққа кетіп қаламын. Енді мына жерді не қылсам екен? Жерін алып тастайын. Кварцинный блок қойсақ болады. Жоқ, кварцинный блок емес. Золотой блок. Найзаға ярып отыр міне. Скелет. Енді не қойып қойып айта айырып отыр. Қабырғасын енді алтын қылайық. Ай, алмасын деп қылайық. Енді машинтердің бәрін тезірек істеп тастау керек. Жер астында үй салған негізі маған ұнайды. Қатты жатыр негізі. Ой, бұл басылса еді. Енді қатты басыл деген үй жоқ. Енді мен мына шеттен бұлай шетті қырып тастамасам. Негізі полға мына жерге кварцинный блок қойған дұрыс па, әлде сіздердің ойларыңызша кәдімгі кварцинный блок қойып, сосын әлде золотой блок қойған жақсы ма? Сіздердің ойларыңызша. Енді оларды өздеріңіз шешесіздер ғой. Просто үй жасам деймін мен. Қайта күшті емес пе? Жердің астында өмір сүрген. Қабырғалардың бәрін кварцинный блок қылып тастау керек та. Кварцинный емес енді мынандай. Сондай блок болады ғой. Мына жаққа қойып тастайық. Мынау біздің жататын бөлме болсын. Менде бөлмелер дайын болу керек. Мен бәрі сыртқа шықпаймын. Сыртқа шығатын болсаңыздар өздеріңіз өздерің істеп аласыңдар ғой енді. Шығатын жерде. Әлде шығатын болсақ, міне, мына шетке былай, мынадан былай, мына жаққа тап осындай блок қойып шығасыздар. Оған зәңгі қойса, мына шетті ашасыз, мына жердің айнасын сындырасыздар, және оған кіру үшін былай зәңгіні айна қойып қоясыздар, ашылатын, сосын ол арқайын кіріп шыға бересіз, немесе сол сыртына төбесіне тағы бір үй салыңыздар. Мынау подвал болады да, подвал. Сондай қылсаңдар да болады. Енді мынандай сыртын мынандай жауып қоясыздар төбесін.
негізі меніңше жауып қоймаған дұрыс өзімше. Өзім ойымша. Мен жауып қоймаған, төбесін жауып қоймағанды қалаймын, қазба болмаған. Ал сіздер қаласаңыздар, міне мынандай осындай сортты былай қойғап қойасыздар, және осының ішіне заттарды қоя бересіздер. Сосын шипырын сала бересіздер. Енді мына жерге мен мына жерге қабырға салсам екен. Қабырға сала берейін. Қазір бәрібір мен 3 блок, мынада 3 блок, мына жерге 2 блокты алып тастаймыз. Негізі қазуға көп уақыт кетпейді, мен 5 минуттай уақытым кетті енді. Орнына кварцный блок қойып салсаңыздар болады. Мынау гладкий кварцный блок қой негізі. Мен бұны емес, кәдімгі мына кварцный блокты қоя жақпын. Енді мына жерден бұлай, мынадан бұлай. Bir, iki, üç. Bir, iki. Moment üç болады. Мынаяқтан. Енді мынадан былай. Мынау бір өздеріңіздің комнаталарыңыз болады. Немесе мынаны алып қойсаңыздар да болады. Негізгі комната мынау болады. Өздеріңіздің комнаталарыңыз мынау болу керек. Значит, мен негізі есік құрмай-ақ қоя жақпын, мына жаққа тек айналар қойып қоя жақпын. Одан былай. Мен тек айналар қойып қойсам болды. Мынау негізі гладкий кварцный блок қой. Мынауын мен мына жерді кеңейту керек маған. Енді мен мына жерге фекел. Фекел қойып қоймасақ. Енді мен үй жаңартам. Бұл күшті болу керек. Подвалын золотой қылып қоймасам, мына жер. Гладкий блок қойыпсы мына қабырғаларына. Өзімнің егінім де бар. Өзім тағы да бір жер қазу керек. Сосын мен сол жерге ағаш егіп қоям, сол ағаштарды ала берем. Сындырып, бірақ орнына қайтадан ағаштар егетін боламын. Енді мына жер кең болған жоқ әлі де тіпіл. Мына жерден. Міне. Кең болу үшін осылай істейміз. Аха, енді осы жер. Енді мына қабырғаларын мен золотой қылсам бекен әлде. Тұр. Қайдан келді жаңағы? Келді ма әлде? Келмеді ма? Келді ма? Келді ма достар, мынау? Бірдеңе келді я, неқа? Не келген көрген болсаңыздар, комментарийға жазып кетуді ұмытпаңыздар. Әлде ана судан келетін бір слендермен ба, ол басқа. Мына қабырғасын затпен істесем екен. Бұл қабырғасын
Қабырғаны. Мына блокпен істеймін. Жоқ, қабырғасын гладкий блокпен істей берейін. Енді осы жер міне дайын. Енді подвалын алып тастасақ болды. Қабырғасына құру керек енді. Бәрін істейміз. Мәшеттің. Подвалы жақсы болған. Мына жерін алып тастасаңыздар. Енді осы жерді алып тастаймыз. Осы жерді. Төменне золотой қоямыз. Немесе гладкий блокты бірақ қабырға қоясыздар, оның гладкий блокты қоймай қойыңыздар. Қоймаңыздар подвалға. Немесе мынаны подвалға қойсақ болады. Әлде золотой блок қоя берейін. Золотой блок қоя берейік. Мына жердің бәрін кесіп тастап болды. Енді. Ана мен бір қатыватқан жоқ енді. Ана заттар экран дұрыс басылмай жатыр. Енді гладкий блок қоя берсек болды енді мынаған. Машина ашып кетті. Осылайша басаламыз. Айбай! Жоғың бар. Бірдеңе келді ма? Бірде келген жоқ па? Енді қазына қабырғасы. Жет бол. Ай. Жай ма сенкі? Жай ма? Ұруымыз кіргенде жаңа. Қош аяқ жүре берсінші. Ай. Қазымызға келді ма? Şöyle. Daha bir kedi ayağımı. Ayap durmuş son. Şimdi de kelip kalsa ne? Koyduğumda tövbesini istemek için. Şimdi de kelip kalsa.
Mına töbesinde istepside göreyim. Şu tam lan yok gitti. Şap olduysa. Koy töbesini. Töbesini istesek birden vat gelir. Sevmeyi severik. Kazanı rejim harici koysa aynadan деген zombilar kattap mangırap durатын шығар. Енді тезірек істепсек. Төбесі ажырап кетпесе болды. Міне, осылай төбесі ажырап кетеді енді. Менікі дұрыс басылмай жатыр ма, әлде солай ма Майнкрафт? Төбесіне кварцлный блок қоямыз. Ай жоқ. Ай. Қалды ма? Күнге күйді ме екен? Бірақ күнді жоқ қой бұл жерде. Погода. Время. Полдень. Насиге қоймыз. Bizde anamda sevip болғанда өшіріп жанғызып тұрады. Майнкрафтта бар ма екен? Мен бұрында мини-блок крафт деген ойын ойнап көріп едім. Мини-блок деп тұрады. Мини-блок крафт. Мини деген енді кіші деген мағына береді. Мини. Негізі мынау сондай болып көрінеді, мынау негізі деген. Міне қалай енді? Чотам, қалай? Қарасай, жері алтын. Мына кіретін кіреберісіндегі қабырғасы, қабырғасы. Кіретін жері өзі қабырғасы алмас. Төбесі кварцный. Ал мына шетті гладкий. Короче, осылай істедім. Енді маған ағаш өсіру керек. Ағаш өсірмей-ақ қойсам екен. Айтпақшы, маған сандық керек, сандық. Мына жерге сандық қоятын жер істеу керек. Короче, маған. Ne осылай короче істедім енді. Бұл жерде золотоймен істеймін. Енді жерін алмаз золотой қылу керек. Айтпақшы, мен жаңағы салмайды сол жер аттарын жазып қоймасам ұмытып кете беремін.
Қабырғасын алмасын. Бұл үйге кірген адам деген мына қабырғаны сындырып, жерімді сындырып алып кететін шығар. Алмаз не? Evet o. Noob getirdi. Bulmuş getirdi. Bulmuş getirdi. Nasıl ver kopar al gitsi. Prikeng. Şimdi ben sepet gittim. Çok mesela ülkede gerek. Bunu sordurur için. Bulmuştan üstüne almaz ne gerek? Almaz ne? Yıka. Sıra benim koşulda değil. Ben de benim koy tuvaleske koyatım. Bu koyalmaydı. Sosun ol еңбектене тура келеді. Сосын бірақ бір де olmaydı o. Енді мына жерден мына жақтан былай бөліп қойсақ екен екі. Жоқ бөлмей қояйық. Маған негізі осындай нелер салған ұнайды. Жер асты үйлерін. Ендігіде ағаш үй жасасам бекен ой бар. Ағаш үй ма әлде кәдімгі үй жасау ма? Ағаш үй ма әлде қандай зат? Әлде өздеріңіздің ойларыңызды қалдырып кетіңіздер. Мына жер сандық қоятын жер болады. Есік алу керек, короче. Ne kasap patron. Күндік кейкі жұмыстан кеттім. Санықты алып қой берек. Есік неқта. Мына есік бола берсін. Мына есік шәрді. Мына жерге есік еместен. Мен бұның что-то кішкентай емес па? Үлкейтем ау деймін, мен бөлмемді. Что-то мына жерге жарық қою керек. Төбесін істемей ақ қойық. Мен өзім төбесін істемеймін. Міне. Енді бұл жерге мен кейін өз заттарымды қоямын. Достар, енді бұл бірінші бөлім, енді екінші бөлімі енді шығатын болады. Сіздермен бірге мен болған Рамокаларына тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.